Бүйрегі ауыратындарға не жеуге болмайды, ал қандай тағамды қорықпай жей беруге болады? Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Сіздермен бірге дертке дауа арнасы. Осы видеоны жақын жандарыңызға жіберіңіз. Бүйрек ауруы мазалағанда ең алдымен тамақтану рационыңызға мән беріңіз. Әсіресе тағам құрамында ақуыздың аз болғанын қадағалау керек. Себебі ауру бүйрек ақуызы мол асты ағзадан шығаруға қиналады. Бүйрекке ауырлық түспеу үшін қайнатылған жұмыртқа, бұқтырылған балық пен ет тағамдарын жеуді азайту керек. Ал созылмалы бүйрек жеткіліксіздігінде күніне 20-50 грамм ғана ақуыз қолдануға болады. Бүйрек ауруы қатты мазаламаған жағдайда ақуызға бай тағамдарды әдеттегідей тамақтану рационыңызға қоса аласыз. Сонымен қатар, бүйрек жұмысын жақсартқыңыз келсе, аптасына 1-2 рет жеңілдетілген диета ұстаумен шектелген абзал. Тұзды тағамдарды мүлде жемеңіз. Ауру асқынған жағдайда тұзды тағамды жеуге тыйым салынады. Сонымен бірге, құрамында тұзы бар тағамдарда тамақтану рационыңызда болмаған жөн. Мысалы, қақталған, консервіленген, маринатталған тағамдар мен минералды сулар, какаоны айтуға болады. Нанның да тұзсыз пісірілген түрін сатып алуға тырысыңыз. Ал бүйрек ауруларының жеңіл түрінде тағамға тұз қосуға рұқсат етіледі. Жеуге болатын тағамдар: тәттілер, бал, қант, тосап, жем, жармалар мен макарондарды шектеп жеу керек. Майсыз балықтан да азырақ қосуға болады. Көкөністер мен аскөкті тек балғын түрінде пайдалануға рұқсат. Қызылша, картоп, қияр, қызанақ, гүлді қырыққабат, сәбіз, салат жапырағы, ақ желкен, аскөк, ірі тартылған ұннан жасалған тұзсыз ақ нан, сусындар, шай, сүт қатылған шай, итмұрын қайнатпасы, қара қарақат шырыны, басқа да көкөністер мен жеміс-жидектердің шырындары. Алғашқы 2 аптада тауық етін жеу ұсынылмайды. Тек осы уақыт өткеннен кейін аз-аздан қайнатылған түрін тағамға қосуға болады. Күніне 1-2 дана жұмыртқа жеу керек. Сүт және сүт өнімдері де осы санаттағы тағамдарға кіреді. Жеуге болмайтын тағамдар: бұршақ тұқымдастар, пияз, сарымсақ, саңырауқұлақ, қымыздық, натрий қосылған минералды су, тұзды және тұз қосылған тағамдар, шоколад, қою кофе, какао, консервіленген тіске басарлар, ет, балық, саңырауқұлақ сорпалары, шұжықтар, балық пен ет консервілері, ірімшіктер, алкогольді ішімдіктер, қара нан, майлы ет, балық, құс еттері. 7 күндік диета. Бүйрек аурулары мазалағанда тағамға аса мән беріп, диета ұстаған дұрыс. Ендеше, әлі осылай қиналып жүрген болсаңыз, мына мәзірлерге тоқталғаныңыз жөн. 1 күн: таңғы ас, майсыз сүтке піскен күріш ботқасы, мейіз қосылған майсыз сүзбе, бал қосылған 1 шыны шай. 2 таңғы ас: итмұрын қайнатпасы, сүзбе. Түскі ас: көкөніс сорпасы 200 грамм, қайнатылған майсыз ет, 200 мг нәрсу, компот. Кешкі ас: балық етінен дайындалған буға піскен котлет, макарон қосылған сүзбелі пісірме, 200 мг майсыз сүт. 2 кешкі ас: 200 мг майсыз айран. 2 күн: таңғы ас: сүтке піскен қарақұмық ботқасы, сәбізден жасалған котлет, бал салынған шай. 2 таңғы ас: қайнатылған балық және картоп езбесі. Түскі ас: 1 кесе борщ, қайнатылған майсыз ет, алма нәрсуі. Кешкі ас: ет қосылған пісірме, 1 өлшем тәтті сүзбе, сүт қатылған 1 шыны шай. 2 кешкі ас: 200 мг үй айраны. 5 күн: таңғы ас: қайнатылған күріш пен көкөністер, қаймақ қосылған сүзбе, жеміс шырыны немесе нәрсуі. 2 таңғы ас:
сүзбе, қант қосылған айран, түскі ас, бір кесек тауық еті қосылған көкөніс сорпасы, 200 мг, алмадан дайындалған нәрсу, кешкі ас, күріш пен сүзбе қосылған пісірме, итмұрын қайнатпасы, екінші кешкі ас, 100 грамм кептірілген жемістер. 6-шы күн, таңғы ас, майсыз сүтке піскен қарақұмық ботқасы, қайнатылған қызылша, итмұрын қайнатпасы. 2-ші таңғы ас, картоп езбесі мен қайнатылған балық. Түскі ас, көкөніс сорпасы, 200 грамм, қайнатылған майсыз ет, жеміс шырыны. Кешкі ас, ет қосылған пісірме, бал салынған 1 шыны шай. 2-ші кешкі ас, 1 стақан айран. 7-ші күн, таңғы ас, ұнтақ жармасынан дайындалған ботқа, 1 шыны шай. 2-ші таңғы ас, виноград салаты, жемістер қосылған сұлы ботқасы, 1 шыны сүт. Түскі ас, картоп сорпасы, 1 кесек қайнатылған бұзау еті, жемістерден дайындалған кисель. Кешкі ас, сүзбе қосылған пісірме, алма құймағы, нәрсу. 2-ші кешкі ас, 200 мг майсыз айран. Бұл диетаны дәрігерлер мен диетологтар әр адамның бүйрек жұмысына қарай өзгерте алады. Себебі аурудың түрі де себептері де көп екені баршаға белгілі. Сондықтан да ауруды асқындырмай дер кезінде дәрігер қабылдауында болып емдеуді қолға алыңыз. Сіздермен бірге дертке дауа арнасы. Видео сізге ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Осы видеоны достарыңызға жіберіңіз.